Баршаға ассалаумағалейкум достар, сіздермен бокс жаңалықтары видеоны басамас тұрып арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Сол үшін арнаға тіркелеміз достар. Жәнібек Әлімханұлының жоспарының бұзатын айқас күні белгіленді. Орта салмақта IBF тұжырымы бойынша чемпиондыққа міндетті үміткерді анықтайтын жекпе-жек өтетін күні мен орны белгілі болды. Бұл айқаста италиялық Антониос Алиха мен америкалық Астен Уильямс кездеседі деп хабарлайды. Бұл жекпе-жектің Жәнібекке не қатысы бар? 2024 жылдың наурызында Халықаралық бокс федерациясы IBF осы екі боксшы арасында жекпе-жегін өткізу туралы шешім шығарған. Жеңімпаз қазіргі IBF және WBO белбеулері иеленіп отырған қазақстандық Жәнібек Әлімханұлы кімдіктің қарсыласы атанды. Тараптар өзара келісімге келісе алмаған соң жекпе-жек промоутерлік саудаға шығарылды. Жекпе-жекті орны мен күні белгіленді. Матчун компаниясы Уильямстың промоутері Алихан ісін жүргізетін Агон Спортс ұйымы $18,000 артық ұсынып, жекпе-жекті ақштың Техас штатындағы Фриско қаласында 19 шілде күні өткізетін болды. Бұл айқас Родригес Кафу арасындағы кездесу Андрегарды өтеді. Бұл шешімді IBF ресми түрде растады деп хабарлайды. Жәнібектің жоспарыны бұзама. IBF белбеуі міндетті қорғау Жәнібек Әлімханұлының үлкен жоспарларының кедергі келтіруі мүмкін. Қазақстандық чемпион биыл WBS титуліне ие доминикалық Карлос Адаместі жұдырықтасу қалайды. Сондай-ақ Жәнібек WBA белбеуі ие кубалық ардагер Эрсандо Лара және әлемдегі бокс жұлдызы Саул Канело Альвареспен айқасуды мақсат етіп отыр. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.